Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін бізде Nexia автокөлігі, Nexia 1 2005 жылғы. В общем, проблема бұда пеш қоңыр салқын ұрады. Оборот жай кезде, тоқтап тұрған кезде пеш салқын ұрып кетеді. Ал газ оборот беріп жүрген кезде ыстық ұрып бастайды. Бізде печка бітелген деген ойдамын. Өткен былтыр печканы тазалатқыздым. Кәп әңгіме екен, бір-ақ апта жүрді, сонымен қайтадан салқын ұрып кетті. Қазір мына торпеда шешіледі мына жері. Сонымен печканы ауыстырып көреміз. Бірінші рет ауыстырайын деп тұрмын. Үй условиясында өздерімізге набор ключ керек. Мына жерде ютубқа кірсеңіздер толып қалай печканы шығару керек екені. Бізде основной проблема көбісі машинаны көтеріп істейді. Мына жерде патрубкаға қол жетпейді. Қол жетпеген себепті көбісі түсірмейді бұл жерде қалай шешкенін. Ал мен өзім шешіп көрейін деп жатырмын. Менде өйткені рулевой рейка бар. Көбісінде рулевой рейка жоқ, сол үшін спокойно печканы тұрып патрубкаларын шешеді. Ал бізде рулевой рейка болғандықтан шешу қиын. Мынаның астында жатыр трубка. Менімен бірге болыңыздар. Құдай қаласа алдыда көре жатармыз. Так, пластмасс қоя алмасам алдық. Біз ютубтан көргеніміз отыр. Ютубқа кіріп көрсеңіздер неше түрлі ыңғайлы видеолар көп негізі. Сонда да рет-ретімен айтып кетейін, мафон шештік. Менде көп жерінде шуруптар жоқ негізінде. Қазір мынаны аламыз. Одан кейін мына 4 шуруп шештік. Артындағы штекерлерін бүйтіп татсаңыздар ағатылады. Так, ары қарай мынаны шешетін боламыз. Шешу үшін мына жерде, сосын мына жерде екі бетінде шуруптар бар. В общем, не бар соны шеше бересіңдер ғой. Мына бір шурупты ал бұны шешу үшін мына жерде Өзін сетейін до конца жылжып тұр. Мына жерге әпер қоғамайды. Қалай шешетінін білмеймін. Қазір көреміз. В общем, былай тықтым қолмен. Сөйтіп қолдың үшімен бұрап шешіп жатырмын. Шығатын шығар. В общем, мына жерден жер босатып қоя аласың. Шығып бәрі рушниктен. Мына жер бүйтіп жалғана деген ғой, защелочка сияқты. Мына берсең кішкене. Алына деген жорғалды ма кейін ал. Дальше. Мыналарда 10 ба 8 ба соны шешеміз. Оған екен. Мынаны шешеміз. Мынаны шешеміз. Так, болдық. Дальше пластмассасы спокойно шат дегендей қылып тарталса шықты. Кейін антеннаны ішіне былай өткізуден көбірек етеді деп осы ағаларымыз айтып жатыр ғой. Дальше не шешеміз, мынаны шешеміз ғой. Мына жерде қыстырғышты екі қыстырғышымен бұлттарды шешеміз. Үшеуі тұр. Мына жерді тап жүрген бұлар. Арғы беті де осылай болып тұрады. Бұлар 7-мен бұралады екен. 7. Кішкене киім бар ғой. Мынау екені ыңғайсыздау. Бірақ шешіліп жатыр. Так. Сора дегенде бетіне шетуін шығардым. Мынаның артына бір болды болған екен. Ыңғайсыз. Труба мешает етіп. Мына жерде бір болт болды, ары бетінде 2 болт болды. Бері қарай түсті мынау. Енді бері қарай шығарып аламын деген арманым болды. Бері қарай шығатын түрі жоқ. Бізде арғы жағынан патрубкасын шешу керек. Мына жақтан патрубкасын шешу керек. Бұл жақтан қолым жетпей жатыр, ыңғайсыз. Біреуі екінші астында
Bitken. Так. 3 saat vaktim gitti вообще. Şarjap. Yani kurtuluşum nana şiştim. Turkan boşalttım. Najin maystırdım. Birinci münavvetini şişip aldım. Arka жағынан пешті бері қарай итерімді итеріп қамытқысын шештім. Екінші жағы мынандай қамыткамен тұр. Ал бергі жағы мынандай типа қамыткамен тұр. Шым геморрой. Шығардық. Бері қарай. Енді антифризім азайып кетіп жүретін. Сөйтсем байғыз тесік болған екен мынандай. Ағып жүрген. Оригинал вроде. Или не оригинал. Білмеймін. Так. Мына жақ патробка жалғадық. Қазынан жалғай салам. Мына жағын жалғадым. Ішіне елетін ұсақ қатайтып жатырмын. Мынаны қойғаннан кейін мына жерінде крепление бар. Мына осы. Арғы бетінде бар. Соны қатайтып жинаймыз енді. Құдай қаласа сонымен тексереміз пешті. Полный қайтадан жинаймыз. Жинап болғаннан кейін результатты көрсетеміз. Құдай қаласа. Тексеріп көрдім міне. Аллаға шүкір, бәрі керемет. Қол күйдіретін есті құрып тұр міне. Кішкене ауа шығарып жібердім машинаны айдап. Тексеріп. 2 минут тоқтап тұрса болды, уже машина суып кететін, мұздай үріп кететін. Алына уже 5 минут болып тұрғанына ыстық деген от шашып тұр кәдімгі машина. Қолым күйеді, ұзақ ұстасам. Түнге дейін жұмыс жасап бітірдім. Аллаға шүкір. Зато 20 мың теңгем қалтамда қалды. 20 мың теңгем қалтамда қалды. Өзбек бауырлар 17 мың 20 мыңнан төмен сұраған жоқ. Енді біз сияқты қара халыққа амал жоқ. 20 мың теңге деп бір талай ақша болғандықтан бір күніміз кетсе де зато қалтамызда қалып баламызға памперсін киімін әпереміз. Сол ақшаға. Жақсы ағайын, аман бол, амандықта болайық. Ең қиыны мыналарды шашып жинау емес. Мотор жақтан 2 патрубканы шешу қиын болды. Мына 16 қатындықтарда қол жетпейді. Рулей рекінің астында. Егер рулей рекі жоқ болғанда оңай болатын еді шешіп салу. 8 клапандардікі оңай болады. Вообще оңай болады олардікі. Кейін ана 16 клапан рулей рекімен өте қиын екен. Жақсы ағайын, аман болыңдар. Кішкене пайдасы тисе лайк басып қолдап отырыңыздар.